Сәлеметсіздер ме, қалдарыңыз қалай? Бүгін сіздерге осы Pinduoduo сайтынан бір затқа тапсырыс беріп көреміз. Яғни тапсырыс бергенде бұл жерде Каспиймен төлем жасап, және WeChat арқылы төлем жасап көреміз. Қазір мен осындай зат алайын деп жатырмын. Міне осы затты алайын деп жатырмын. Яғни бір штук. Осылай тексеріп көреміз. Міне 9-да 9 юань екен. Скидкамен болып жатыр екен. Қазір негізінің бағасы 29 юань. Қазір мына скидкаға байланысты 9-да 9 юаньға сатып алатын боламыз. Міне көрдіңіздер, 29-да 9 юань деп тұр. Сатып алу деп басамыз. Бұл жерде қазір WeChat таңдалып тұр. Ең астында басқа төлем түрлері де бар. Pinduoduo, Alipay, астында досым арқылы төлем деген бар. Қайсымен төлем жасай аласыз, соны жасайсыздар. Мен қазір WeChatпен төлеп көрейін, төлене ме екен, төленбей ме екен. Қазір көрейік. Міне 9-да 90 юань дейді. Оплатить сейчас деп басып көреміз. Қазір ойланып жатыр. Міне 9-да 90 юань. Так, enable translation. Қысқасы WeChat арқылы болмайды. Төленбей жатыр жота. Енді немен төлеп көреміз? Визамен, Мастеркардпен, Каспий немесе Халық банк, кез келген Қазақстандық банкпен төлейміз деп басамыз. Кішкене ойланады осылай. Сіздерде егер осындай не шықпаса, жаңағы программа виза арқылы төлеу деген шықпаса, Pinduoduo приложениесін обновление жасаңыздар. Осындай бет ашылады. Ашылған кезде бұл жерге карточканы енгіз деп тұрады. Ең астына виза, Мастеркард, Union деп тұр. Сол жерді басасыздар да өздеріңіздің карточкаларыңыздың нөмірін енгізесіздер. Халық банк, Каспий банк, кез келген банктың ішінде ақшасы болу керек. Сосын интернет арқылы төлеу деген доступ ашық тұру керек. Қазір өзімнің картамның нөмірін жаздым. Жалғастыру дегенді басамыз. Енді мына жерде Каспийдің визаның яғни нөмірді тұр. Астына аты жөнін жазасыз өзіңіздің. Мына жерге мен жаздым. Енді оның астына картаның срок годности, жарамдылық мерзім жазамыз. Оның артында картаның артындағы 3 нөмір жазамыз. 3 нөмірді жаздық. Енді жалғастыру деген жазамыз. Асылжан, айқайлама. Міне. Так, енді осы жерге төлем паролін енгізесіздер. Төлем паролін ұмытып қалмаңыздар. Осы парольмен әрқашан төлеген кезде осы парольді енгізіп төлем жасап отырасыздар. Мен төледім. Қазір енді төлем процесі жүру керек. Қазір мына жерде ойланып жатыр. Лоадинг дейді, ойланып жатыр. Каналға тіркеліп кетіңіздер. Достарыңызбен бөлісе кетіңіздер видеоны. Қазір көрейік. Міне. Қазір Каспий Голд арқылы төлегендіктен маған қазір SMS код подтверждение келді. Соны қазір жазатын боламыз. Так, енді міне 10 юань 19 копейкасымен де 428. Аз кодты жазайық. 428 190 әз көрейік. 190 екен. Қазір 190-ды 180 деп жазып қойыппын. Қазір 190 деп өзгертеміз. Өзгерттік. Енді не қараңыз, данныйларды тексеріп аламыз. 10 юань 19 копейкасымен төлейміз. Магазин Pinduoduo 7 август. Картаның соңғы нөмірі. Подтвердить деп басамыз енді. Бәрі дұрыс. Так, қазір көрейік енді. Міне покупка 19 Pinduoduo болды, төленді. Міне осылай Каспий картамен, осы кез келген Қазақстандық картамен Pinduoduo сайтынан төлем жасап алсаңыз болады екен. Ешқандай юань сатып алу, Alipay тіркеу, оған ешқандай қажет жоқ. Тек қана сол Pinduoduo приложениесін тартып, осылай сайттардан сатып алсаңыз болады екен. Қазір оплатаға өтейік. Оплатада тұрған, яғни төленген товарды көрейік. Басамыз үстіне. Көрдіңіздер? Мына жерде көрініп тұр. Төлем жасалды деген.
Міне қазір осы тауардың сатып алған тауардың үстінен басып көрейік. Ол жерде уже сіздің адресіңіз және сатып алған бағаңыз, информация бәрі тұрады. Менде адрес тұр жоғарыда. Складқа, Қытайдағы склад. Міне сол адреске алып келіп беретін болады. Астында накладной нөмірлері, нөмір заказа, төленген картаның нөмірлері, соңғы қанша төленгені, уақыты бәрі жазылып тұр. Осылай. Болды, енді осылай картамен төлесеңіздер болады. Яғни осы Pinduoduo сайтынан зат сатып аламын десеңіздер, ешқандай Alipay программасы керек емес, тек Pinduoduo приложение тіркеп аласыз, скачать етіп, осыған картаны тіркеп, ары қарай осы сайттардан сатып алсаңыздар болады. Сол достар, видео ұнаса лайк басыңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер, каналға жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.